макетімізге келесі қарайтын болсақ, біздер мына жерде маңызды үш сөзді байқаймыз. Яғни бұл нәрсені жасау үшін біздер ойлауымыз мүмкін. Мынау бізде H1-ді, қалғандары H2 деп. Бірақ бұл логикалық жағынан қате құрылым, себебі біздің H1 тегіміз логикалық жағынан ең маңызды нәрселер жазылатын тег болып саналады. Ал это просто деген біздің сайтымыз үшін ең маңызды ақпарат емес. Сондықтан біздер маңызды ақпаратты, яғни создать сайтына WordPress деген сөзді H1 тегі деп қарастырып, қалғандарын H2 тег деп аламыз. VS кодымызды ашамыз, және де осы жерден шығамыз. Және де келесі біздер H1 тегін жазамыз. Өзімізге қажетті сөзді копировать етеміз. Так. Некей. Біздер алдыңғы жерде кішкен қателік жіберіппіз. Мына жерде біздер тағы да лого деген сынып ашуымыз қажет еді. Барлығы бөлек орналасу үшін. Сондықтан қазір сол қателікті жөндеп, жай ғана лого деген класты ашайық. Және де оның ішіне өзімізге қажетті осы екі логотипіміздің ақпаратын салайық. Әйтпесе бұл ақпарат бөлек жерде орын алғаны сайтымыздан басқаша көрініс табады. Мінекей біздер H1 тегімізді контейнер қорапшамыздың ішіне салдық. Енді келесі кезекте біздер жасау керек нәрсе, ол бізде мінекей это просто деген сөз, және де мынандай екі линия бойынша жасау керек. Бұл екі линияны біздер кейінгі сабақтарда үйренеміз. Кейінгі сабақ дегенде алдағы уақытта үйрене жатамыз. Бұл нәрсеге subclass деген нәрсе қажет болады. Сондықтан біздер бұл жұмысқа ораламыз. Жай ғана қазір оны істеу үшін біздер div деген контейнердің көмегімен жасай салайық. Алдағы уақыттарда мен сіздерге бұны div-тің көмегінсіз жасауды үйретемін. Біздің яғни div контейнеріміздің ішінде бізге қажетті осы сызықтар болады, және де это просто деген сөз болады. Div-ті дүниеге әкелейік, яғни simple деген тегті дүниеге әкелейік контейнерді. Және де оның ішіне H2 тегін саламыз. Және де оған это просто деген сөзді копировать етеміз. Не? Просто, және де бізде тағы да бір div болу керек. Себебі ол line құру үшін, яғни сызықтар құру үшін. Бұл тегті әзірше толтырмай тұра тұрамыз. Енді келесі кезекте бізде үшінші тағы да H2 тегіміз бар. Мінекей куда сложнее деген. Соны да құрып аламыз. H2 тегіміз. Енді осы әрбір тегтарымызға өзіне белгілі бір класс беріп шығайықшы. Қазір оны стильді қосымшасын жасау үшін классқа H1 тегімізға title деген атты берейік. Екінші H2 тегімізға title big деген класс берейік, және де H2 тегіміз біздің H1 классымызбен бірдей классқа ие болсын. Енді осылардың барлығына CSS-тағы стильдік қосымшалармен танысамыз. Ең бірінші біздер title қосымшасын шақырамыз, және өзімізге қажетті осы стильдік қосымшаларды аламыз. Неке түсін, және де uppercase деген нәрселерді. Неке бірден text alignment беріп жіберейік. Центр екенін. Неке. Енді біздің title big классымыздың
title big классымыздың селекторларын береміз. Ол үшін это просто деген сөздің стильді қосымшаларын қоямыз. Бұл да бізде text alignment center болу керек. Окей. Енді бұны веб-сайттан бақылап көрелік. Қазір бұл бір-бірінің үстіне бір-бірінің үстіне өте ыңғайласып жатқан, өте бір сұрықсыз нәрсе болып тұр. Енді осыны жою үшін біздер кодымызды тексерейік. Қараңыздар. Бізде title big деген нәрседе тайтлдың ішінде line height деген бар, яғни екі лайнның арақашықтығы. Яғни бізде екеуінің арақашықтығы мына элементті қамтып тұрған жоқ. Бұл авокодтың бір минусы осы жерде. Бізде бүкіл тексттер үшін осындай line height'ті неге әкелдіреді, бұны кетіріп тастауымыз қажет. Себебі әртүрлі Photoshop қолданған кезде, Photoshopпен жұмыс жасаған кезде осылар автоматты түрде жүзеге асады. Сондықтан осыны кетіріп тастағанымыз жөн. Мына жерден де кетіріп тастайық. Енді мінеке өзінің қапты жағдайына келгендігін байқадық. Мына жердегі шрифттерді кейінірек дұрыстай жатамыз. Оны шрифттік қосымша өткен кезде екінші сабағымызда осы практика жалғасып, екінші практикамызда осыны көрсететін боламыз. Және де тағы да бізге қажеттілі енді маржиндар беру болып табылады. Достар, егер де біз макетімізді толығырақ қарайтын болсақ, онда белгілі бір маржинді қосымшалардың бар екендігін байқаймыз. Ал біздің веб парақшамызда ол мүлдем көрініс таппаған. Осыны түзеу үшін біздер әрбір сөзімізге, яғни әрбір тегтарымызға, тексттік тегтарымызға маржин беріп шығамыз. Ең бірінші біздер бірінші сөйлемімізге маржин беру үшін оны анықтаймыз. Алдыңғы элементке қарағанда оның маржин тобы 53 пиксель екендігін байқадық. Егер де біздер бұл элементті енді қалай шақыра аламыз? Бұл элементті егер де класс селекторы бойынша шақыратын болсақ, ол сәйкесінше мына элементпен бірдей болады да, екеуінің ортасындағы маржин топтары бірдей болады. Ал бұл элементтің маржин тобы 30 пиксель екендігін көріп тұрмыз. Сондықтан бұл элементті класс селекторы арқылы шақыра алмаймыз. Сәйкесінше бұл бізде h1 тегі болғандықтан, және де веб-сайтымызда тек бір h1 тегі қолданғандықтан, біздер h1 тегі селекторы арқылы шақыра аламыз, және де оны жүзеге асырайық. Ол үшін h1 тегін шақырамыз, және де margin top 53 пиксельді береміз. Мінекей бердік. Келесі кезекте это просто сөзімен алдыңғы тегтің ортасы 21 пиксельді құрайды екен. Оны шақыру үшін жай ғана title big селекторымызға margin top жай ғана margin top 21 пиксельді беретіндігін жазамыз. Мінекей жүзеге асты. Енді келесі кезекте үшінші элемент пен екінші элементтің арасында 30 пиксель екендігін байқаймыз. Бірақ егер де бұны класс селекторы арқылы шақыратын болсақ, онда мына элементпен бірдей margin топқа ие болады. Ал егер де оны h2 тегі бойынша шақыратын болсақ, онда мына элементпен margin тобы бірдей болып кетеді. Сол үшін осыны түзеу үшін біздер бірінші h2 тегін шақырамыз. Бірінші h2 деп жазамыз. Точка өзімізге қажетті title тегін шақырамыз. Және де оған margin топ 30 деп береміз. Енді бұл не нәрсе екендігін сіздерге түсіндіріп кетейін. Title классына жататын h2 тегті шақырады. Егер де біздерде жаңа тайтлдың өзіне жазатын болсақ, онда бірінші элемент пен үшінші элементтің margin топтары бірдей болып кететін еді. Ал бізде именно мына жерде h2 тегіне жататын класс title бар элементті шақырып отырмыз. Мінекей өзімізге қажетті осылайша ұзындықты алдық. Бұл жерде қазір астына жазатын орын қалмай қалу мүмкін. Сондықтан біздер бастапқы сәтте естеріңізде болса, біздер height'ті кішкене кішірейтіп едік. Соны 800 пиксель деп қайтып орнына келтірейік. Айтымызды бақылайық. Мінекей мына жерге қазір қалған сөздеріміз жазылады.
шрифттік батырма бойынша және де мына жердегі сызықша бойынша ешқандай уайымдамаңыздар, оны алдағы уақытта үйренетін боламыз. Макетімізді тағы да анағырақ қарайтын болсақ, мына жерде текстік элемент бар екендігін байқаймыз. Бұл текстік элементті біздер пи тегі арқылы жасамаймыз, себебі пи тегі параграф немесе үлкен запистер жасау үшін қолданады. Ал бұл жерде маңызды ақпарат және кішкентай болғандықтан, бұны біздер дифтің көмегімен жасай сала. Ең бірінші бұны копировать етіп аламыз және де өзімізге қажетті промо текст классын создавать етеміз және де оны ішіне контейнерге өзімізге қажетті осы сөйлемді жазамыз. Бұны қалыпқа келтіру үшін осындайды қолданамыз. Мінекей. Енді қарап көрсек, бізде и только единицы деген сөйлеміміз біздің келесі сөйлемнен бастап тұр. Жаңа абзацтан бастап тұр, яғни жаңа жолдан бастап тұр. Сол үшін біздер BR тегін қолданатын едік. Егер де BR тег болмаса, біздің сайтымыз қалай көрініс табатынын сіздерге көрсетіп жіберейік. Мінекей, барлығы бірге тұрады. Сол үшін біздер BR тегін қолдануымыз қажет. Мына жерге. Мінекей. Енді кейінгі степ ол бесплатным деген сөзді біздер спан тегін алуымыз қажет. Себебі ол бізде өзгеше сөз болып табылады. Мінекей. Қазір оның арқасына қосымшалар береміз. Және де тағы да бір рет қарасақ, мына жерде келесі в чем формула деген сөзден кейін BR орналаспаған. Яғни біздің текстіміз осы аумақты асқаннан кейін автоматты түрде успеха деген сөзді астыға жіберіп тұр. Сондықтан бұл жерде біздер BR тегін қолданбаймыз. Ендігі кезекте біздер стильді қосымшалар беріп шығайық. Ол үшін осы недегі барлық өзімізге қажетті қосымшаларды аламыз. Мына жерде көрсетіп тұрғандай, бесплатным сөзіне басқаша стильді қосымшалар бар. Сондықтан оған дейінгі аумақты аламыз да. Style CSS-та promo text классы шақырып соған береміз. Мінекей. Және де осы қосымшаларды береміз. Мына жерде робото деген фон фамилия қайталанып тұр, сондықтан біреуін кетіре салсақ болады. Және де бұл жерде бізге line height керек болады, себебі біздер бірнеше жолдық текст жазып жатырмыз. Егер де бір жолдық текст болатын болса, бұл қателік тудыратын еді. Енді келесі, осы спан элементті алу үшін біздер алдыңғы сабақтарда p тег арқылы оған бөлек класс берген болатынбыз. Ал бұл моментте біздер жай ғана промо текстті өзін шақырып, соның спан элементі ретінде көрсетсек болады. Дәл мына синтаксис тәрізді. Ол үшін промо текст шақырамыз. Мінекей. Және де спан элементін шақырамыз. Және де оған мына жердегі қалған стильді қосымшаны береміз. Мінекей. Енді сайтымызды тексеріп көрейік. Істеп тұрды ма, тұрмады ма? Мінекей, біздің нәрселеріміз орындады. Мына жерде біздер ортаға келтірмедік қой. Әрқайсына промо текстқа text-align центрді береміз. Қараймыз, мінекей дұрысталды. Енді тек маржиндар беруіміз қажет. Маржинды беру үшін біздер мына жерді бақылаймыз. Бұл алдыңғы элементке қарағанда 23 пиксель жерде орналасып тұр екен. Сол үшін біздер маржин топ ретінде оны көрсетеміз. Және де бұл жерде егерде көретін болсаңыздар, біздер гридтік жүйе бойынша мына жермен ортада белгілі бір паддинг бар екен байқап тұрмыз. Белгілі бір отстоп бар екен байқап тұрмыз. Осыны біздер ішкі отстоп ретінде көрсеткіміз келеді, себебі солай оңайырақ. Сол үшін біздер паддингті на контейнердан белгілі бір аумақты алу үшін с элементті белгілеп қазір неке ортасы 13 пиксель екендігін байқадық. Ал сөйлем мен ник ортасы 15 пиксельде жерді алады деп солай паддинг беріп көрейік. Бірінші маржин топ береміз. Бізде 23 пиксель. 23 пиксель. Және паддинг береміз.
Бізе 13 пиксель болсы жарайды. Енді сайтымыз тексеріп көрейік. Мінекей біздің қалаған макетіміз орын алып, барлығы жақсы күйде тұр. Причем формула сөзі мінекей ауысып, барлық қажетті жұмысты атқарып тұр. Келесі кезекте біздің макетіміздегі бұл кнопка екендігін байқаймыз. Бұл кнопканы жасау үшін біздер button тегін қолданамыз. Ол үшін button деп жазайық, және де оған класс бере салайық, бірден promo button деген. Және де ішіне өзімізге қажет сөзді копировать етіп, ставить етеміз. Және де айта кетерлігі, көп жаңадан келген вебкаға жаңадан келген адамдар осы buttonды ойлайды, бұл картинка деп. Бұл картинка емес, бұны өзіміз құрай аламыз, сондықтан бұны скачать етіп қойып жүрудің қажеті жоқ. Сөзімізді, қажетті сөзімізді қоямыз. Енді сәйкесінше promo button деп селекторымыз шақырып, оған қажетті өлшем бірліктерді береміз. Width'ін береміз, және де осы параметрларын бәрін береміз. Және де тағы да айта кетерлігі, осы сөз бұл бөлек текстік сөз емес, бұл button элементінің ішінде жатқандықтан, мінекей button элементіне жатқандықтан, бұл да promo button классына жатады. Сондықтан бұған берілген функционалдықтар да осы CSS-тің ішіне жатады. Так, оны да ставить етеміз. Бірден. Қазір барлығын тоқталып айтып кететін боламын. Бұл барлығын тап арқылы дұрыстайық. Яғни, бірінші бұл жерде box shadow деген сөздер. Box shadow дегеніміз біздің неміздің, жаңағы кнопкамыздың көлеңкесі болып саналады. Егер де жақынырақ қарайтын болсақ, бізде бұл жерде белгілі бір көлеңкенің бар екендігін байқаймыз, және де көлеңке ішке түсіріліп тұр. Кнопканың калькулятор секілді кнопка жүзінде ішке түсірілген көлеңкені байқаймыз. Мынау inside деген соны мағынаны білдіреді, ал мынау көлеңке деген мағынаны білдіреді. 0 деген біздің x оси бойыншаға түсетін көлеңке, ол қазір 0-ге тең болып тұр, және y оси бойынша түсетін көлеңке біздің -5 пиксельге түсіп тұр. Яғни бұл вертикальды бағытта түсіп тұрған. Неге қарасаңыздар, біздер вертикальды бағытта ішіне қарайта түсіп тұр -5 пиксельге. Неге астына санады -5 пиксельге үстіне түсіріліп тұр. Және де RGB функциясы арқылы бұл жерде біздің қандай көлеңке екендігін көрсеткен, яғни қара түсті, және де 18% мөлдірлікпен. Келесі бізде border 4 пиксель solid деген 4 пиксель рамкасы бар, және де толық қара түспен енгізілген. Қара түсті мөлдірлігі 23% құрайды. Келесі background image. Background image бізде linear градиентті құрап тұр. To top деген біздің жоғарыдан санағанда. Және де бұл жерде градиенттің түсі көрсетіліп тұр. Яғни 0% мына түстен басталып, мына түске шейін мына түстен басталып, мына түске шейін орын алып тұр. Бұл мына жерден егерде жақынырақ қарайтын болсақ, мына түс ашық келеді, мына шет жақтарына қарайда қойлау түске ие болады. Сол үшін көрсетілген. Егерде біз бұны тексеріп көретін болсақ, мұнда text shadow, color, жаңағы font family барлығы қалғандар түсінікті деп ойлаймын. Осыны тексеріп көрейік. Мінекей писательно интенсив осындай қызмет атқарып тұр, және де бұл бізде қарасаңыздар, негізгі біздің бағана контейнерге ортасына келтіру керек болған. Бұл button қосымшасы, бұл inline болғандықтан біз бұған дисплейін ауыстыруымыз қажет. Дисплейін өзгертпесек, бұл біздің ортаға келмейді. Блок, және де оған белгілі бір марджин берейік ортаға қою үшін. 0 және auto. Неке енді ортаға келді. Енді қараңыздар. Бұл жерде біздер жаңа 0 деп бірден вертикалды бағытта беріп тастадық. Бірақ біздер қарасақ, мына жермен екі ортада
мына элементпен 73 пиксельді құрайтынын қараймыз. Оны біздер егерде мына жерге жазсақ, бірден margin top 73 пиксель деп жазсақ, бұл іске аспайды, себебі margin topты бірінші беріп алдық, содан кейін барып оны 0-ге ауыстырдық деп есептелінеді. Егерде сайтымыздан қарап қойып, міне ешқандай өзгеріс жоқ. Сол үшін біздер немесе оны астына жаза аламыз. Неке. Осы кезде мінеке астыға түскенін көреміз. Немесе егерде макетімізді толығырақ қарайтын болсақ, оның астыңғы боттымыда мына элементке қатысты 73 пиксель болғанын байқаймыз. Сол үшін бірден margin вертикал бағытына 73 пиксель деп берсек болады. Бірден осылайша екі қосымшаны жүзеге асырдық. Енді ішкі паддингтарын беретін ішкі нелері 30, 29, 28, 30, 29, 29-ға тең екен. Паддингтарын беріп тастайық бірден. Және тексереміз. Паддинг 28, 30, 29, 29 пиксель. Барлығына пиксель деп жазайық. Пиксель қосымшасын ұмытып кетіппіз. Енді тексереміз. Неке үстіңгі жағынан үлкендеу мәнге ие болыпты. 28, 29, 30. Біздер жаңа жеке берген паддингтарымызды алып, оның орнына пока что 10 пиксель деп бере тұрайық деп шештік. Және де маған тең ұнап тұрған жоқ. Сондықтан оны алып тастағым келіп тұр. Егер сіз қарсы болмасаңыз, бұл кішкене сұрықсыздандырып тұр. Және де мен қосқым келеді. Менің outline non дегенді, яғни сыртқы бөлек батырмасы болмаған қалаймын. Сыртқы бөлек несі болмаған. Және де курсормен барған кезде мен реагировать еткен қараймын. Себебі бұл сурет пе, әлде кнопка ма сол екендігін білмей тұрмын. Сол үшін мен жай ғана курсор pointer деген қосымшаны енгіземін. Егерде мен бассам, мінеке, менің мышкам мына жерде осындай тік мышкаға айналады. Үстіне бассам, белгілі баттон екендігін көрсететіндей нәрсе шығады. Алдағы уақытта біздер hover секілді нәрселермен танысқан кезде бұны одан да әдемірек етіп істей аламыз. Ал әзірге осы нәрсемен шектеліп жатырмыз. Достар, біздің веб парақшамыздың алғашқы бетінің соңғы элементі узнать больше деген және де мына айкон екендігін байқадық. Осыны жасау үшін біздерге тап мынадағыдай функционал қажет болады, яғни біздер белгілі бір div аламыз. Оны тезірек жасап тастайық. Біздер бірінші mo деген класс ашайық. Mo деген класс бізде көбірек деген мағынаны білдіреді, яғни көбірек ақпарат беру үшін. Ішінде қажетінше тағы да бір div класс ашуымыз қажет. Оның есімі mo text болсын. Біздің текстіміз жазу үшін. Және де бізде img сурет бар. Яғни неке img-ді міне классын берейік, және де mo img деп берейік. Неке. Енді біздер бірінші мына сөзді скопировать ете аламыз, және де оны мына жерге ставить етеміз. Одан кейін біздің суретіміздің пазын береміз, яғни пультін береміз. Ол үшін біздер img папкасына кіруіміз қажет, және img mo суретін алуымыз қажет. Альтқа mo icon деп берейік. Егер интернет доступны емес болып жатса, онда біздер mo icon екендігін білдіреміз. Неке осылайша құрадық, енді оны стилистикалық құрылымын жасайық. Ол үшін бірінші mo'ны шақырамыз, mo классын. Және де оған макет бойынша қарайық. Неке, байқасақ, біздің div классымыз 73 нені құрап тұр. Margin тобы 73 пиксельді құрап тұр. Сондықтан біздер осыны жазып шығуымыз қажет. Margin топ 73 пиксельді құрайды. Неке. Енді өзінің кезегінде келесі біздер
Mode text'ті ашайық. Mode text selector'ны ашамыз. Mode text selector'ның ішіне өзімізге қажетті стильді скопировать етіп, ставить ете саламыз. Оны таб арқылы түзейміз. Келесі кезекте біздер img несіне суретіне беруіміз қажет. Ол үшін mo img деп селектор шақырамыз. Және де оған суреттің құрылымын көру үшін мына жердегі қажетті функционалды береміз. Бізге color керек емес, онсыз да ақ ол түс. Және де енді қараймыз. Біздің бұл image элементіміз блоктық элемент болғандықтан, оны ортаға ығыстыру үшін біздер margin 0 және де auto деген қосымшаны қолданатын едік. Енді ол бізде image болғандықтан, біздер оны дисплейін өзгертуіміз қажет ең бірінші. Оны блокқа айналдыруымыз керек. Енді страницамызды қарайық. Мына жерде бізде сайтымыз бітіп қалған екен. Сондықтан біздің парақшамызға тағы да хейт қосайық. 10 пиксель етейік. Так. Неке байқасақ, неке біздің батырмамыз тұрған көрдік. Және де 1000 пиксель слишком артық. Қазір үлгетеміз. Және де мына сөзіміз text align center болмаған көріп тұрмыз. Оны жасау үшін тесте жасайық. Так деп жазамыз. Text align center және де мына жерде 1000 емес. 870 деп беріп көрейік. Неке бізде анық көрініп тұр. Енді сурет екі ортасында padding жоқ, себебі екеуі бір дифтің ішінде құралған. Енді біздер сайтымызды анық қарасақ, біздің бірінші бетіміз толығымен дайын. Достар, біздер өзіміздің макетіміздің алғашқы секшнын құрып бітірдік. Енді біздер екінші бөлімін көру үшін екінші бетіне ауысайық. Неке бізде осындай наумақ бар екен. Бұл жерде бізде h2 тегі және де белгілі бір тағы да бір текстік тег және ортасында разделитель бар. Одан кейін 3 блокқа бөлінген, яғни бір блоктың ішінде 3 бөлімде сурет және де белгілі бір ақпарат тұр. Енді осының ең алдымен біздер HTML құрылымын тезірек жазып алайық, содан соң стилистикалық қосымша береміз. Ол үшін біздер жаңадан section создавать етеміз. Бұл үшін мен section тегін жазам. Және де оның классын жазам. Waiting деп берейік. Тапты басам. Тегімізді ашамыз. Тегіміздің ішінде жаңа div контейнеріміз болу керек, себебі біздің бұл да негізгі ақпарат ортасында шоғырланған, және де бөлек екі жағында бірде 30 топ бар. Бұл үшін біздер контейнер создавать етеміз. Div деп аталынатын. Неке. Келесі кезекте енді біздер h2 тегімізді жазамыз. h2 тегіміздің ішіне осы что вас ждет деген сөзімізді копировать етіп қойымыз қажет. Одан кейін бізде белгілі бір разделитель бар екендігін байқаймыз. Макетімізде неке мына сызық. Ол сызықты жасау үшін біздерге div контейнері керек болады. Оған waiting divider деп берейік. Divider деген разделитель деген мағынаны білдіреді. Класты береміз. Бұның ортасында нәрсені кейінірек үйретеміз сіздерге. Мына жердегі это просто деген сөздің қасындағы сызықшамен бірдей етіп үйретемін. Келесі бізге екінші h2 тег емес, бізде
тек қана бір текстік элементіміз бар. Ол текстік элемент жасау үшін тағы да div класс берейік. Оған whiting және де subheader деген ат береміз. Бұның ішіне өзімізге қажетті осы ақпаратты жазамыз. Окей. Енді subheader дегеніміз, біздің header дегеніміз, ол бастапқы бөлім болатын болса, subheader дегеніміз, ол соның кішкене классы деген мағынаны білдіреді. Кішкене бөлігі, кішкентай түрлі деген мағынаны білдіреді. Енді келесі кезекте біздер мына функционалды атқаруымыз қажет. Бұл функционалды қарасаңыздар, бұл жерде жалпы бір блок бар. Ол блоктың ішінде 3 түрлі бөлім бар. 3 түрлі бөлімнің ішінде 3 сурет және де бір әрқайсында тексті қосымшадан бар. Соны жасау үшін біздер emmetті толығымен қолданайық. Ол үшін біздер өзімізге қажетті бірінші div классымызды ашамыз. Яғни whiting wrapper деп берейік. Wrapper деген бізде обертка деген мағынаны білдіреді. Яғни біздер мына жерде көрсек, неге сыртындағы осыны обертканы классты жасап жатырмыз. Оның ішіне біздер үлкен деген белгіні саламыз. Неге үлкен деген белгіні салдық. Үлкен деген белгі бізде осы класстың ішіне тағы да бір класс создавать етейін деп жатыр деген сөз. Оның ішіне whiting items деген класс создавать етейік. Яғни әрқайсысы бөлімді көрсету үшін және де ол класстың саны 3 болады, сондықтан көбейтілген 3-ке деп жазамыз. Және де тағы да үлкен белгіні саламыз. Яғни бұл айтымдардың әрқайсының ішінде image болады. Image'дің классының атын жазайық. Image'дің классының аты whiting image деп жазайық. Және де плюс белгісін саламыз. Плюс белгісі және де біздің whiting items бөлімнің ішіне сурет және whiting мына жерде точка ұмытып whiting description деген мағынаны білдіретін desk деп жазайық. Description деген мағынаны білдіреді, яғни әрбір текстік жазуымызды осылайша білдіреміз. Енді осыны создавать етсек, неке бізде осындай күрделі құрылым шығады. Осы бір строчка жолдың арқасында біздер осындай үлкен құрылымды жасадық. Енді мынау біздің сыртқы оберткамыз, оның ішінде әрқайсында whiting items бар 3. Енді осы жерде суретті салайық. Біздің бірінші суретіміз біздің image папкасының icons папкасының ішінде тұр. Icons папкасының ішінен біздер icon 0 png аламыз. Icon 0. Неке. Енді description жазайық. Бірінші сөйлемнің, бірінші сөзін description деген описание деген мағынаны білдіреді. Толық мәлімет яғни. Келесі екінші divіміздің суреті бізде суретін саламыз. Icons icon 1. Альтқа icon 1 деп береміз. Және де description'ны екінші сөйлемді копировать етіп саламыз. Мінекей. Енді үшінші суретті саламыз. Бұл үшін icons 3. Icons 2 png саламыз. Және оған icon 2 деп берек. Және де description'ны біздер сөз жазамыз. Енді осыны веб-сайтымыздан қарап көрейік. Бұның барлығына стильді қосымшаны қазір береміз. Бірінші осы HTML құрылымын жасап алдық. Go Live-тан қарайық. Неге неге үстіне көтеріп кеткенке, оны қазір дұрыстаймыз. Осылайша негізгі біздің осылай 3 блокымыз көрініп тұр. Неге біздер жаңадан section құрдық. Жаңадан section құрдық. Оны атын whiting деп атадық. Оның ішіне контейнер белгіледі. Себебі екі жанында бірде отступ қалу қажет болды. Және h2 тегіміз, divіміз, разделителіміз бар, және де тағы бір сөзіміз бар. Одан кейін осы құрылымды жүзеге асырдық. Достар, біз макетіміздің екінші бөлімінің
HTML құрылымын жазып бітірдік. Енді style CSS-қа көшкен едік. Енді соны жазып бастайық. Бірінші біздер өз кезегінде whiting класын section'ды береміз. Whiting деп жазамыз. Және оның ішіне біздер осы ненің биіктігін қараймыз. Неге бізде шығып тұр? Осыны копировать етеміз, және де ақ түс емес, сұр түс екенін көріп тұрмыз. Осы стильді копировать етіп қоямыз. Неге? Енді келесі кезекте біздер оның өзіміздің бетшеміздің паддингі бар екен байқаймыз. Яғни ішкі отстоптары бар екенін. Оны жасау үшін жоғары жағынан 85 пиксель, төменгі жағынан 75 пиксель екендігін көріп отырмыз. Яғни паддинг деп енгіземіз. Паддинг. Бірінші 85 пиксель жазамыз, себебі топ бізде 85, 0, 75 пиксель, 0 себебі оң жақ, және де сол жағынан, және де астыңғы жағынан боттымнан 75 пиксельді құрайды. Енді келесі кезекте біздер whitingті жаздық. Енді біздің контейнерімізға не беріліп тұр? Бағана беріп кеткен болатынбыз. Мінекей екеуі бірдей. Келесі бізде біздер h2 тегімізға класс бермеппіз ғой. Класс whiting header деп берейік. Себебі мынау subheader болды да, мынау header болсын. Енді осы h2 тегімізға стильді қосымша береміз. Ол үшін точка whiting осыны басамыз. Headerдің ішіне біздер оның text align center болған қалаймыз, және де қалған функционалдарды макеттен аламыз. Мінекей түсін барлығын макеттен алып жатырмыз. Тапты басып жөндейміз. Және де енді марджиндарына кезек берейік. Марджиндарын қарайық. Жоғарыдан санағанда мынаны уже істеп қойдық. Яғни бұл жерде бізде қаптасқан. Енді келесі мына элементімізге көшейік. Ол элементімізді сызықшаны жасау үшін стильдік қосымшасын берейік. Ол бізде whiting қалай аталатын еді? Whiting divider деп аталынады. Whiting divider. Көрсеткісі келіп тұрған жоқ біздің emmet divider деп аталынады. Және де оған стильдік қосымшасын көрейік. Неге түсін барлығын осыдан копировать етеміз. Және де вставить етеміз. Дұрыстаймыз. Және де margin топ береміз. Margin тобын қарап алайық. Алдыңғы элементке қарағанда 18 пиксель жерді алады екен. Margin тобы 18 пиксель деп берейік. Неге? Енді оны сайтымыздан көрейік. Неге біздің сызықшамыз ортасында емес, мындай шет жағында орналасып тұр. Үстінде және де біздің дивкамыз үстіңгі жағында орналасып тұр. Қазір барлығын дұрыстаймыз. Бірінші біздер мынаны марджинді 0 және де ауто арқылы ортаға келтіреміз, шақырамыз. Енді өз кезегінде біздер осы неге бағынайық. Біздер ол үшін бірінші секшнымыз қарып шығайық. Секшнымыз промомыз жабылды. Мына жерде жаппай кетіппіз ғой. Из-за этого бізде қате шығарады. Окей. Бірінші секшнда жаппағандықтан олар жалғасып кетіп бара жатыр. Бұл басты қателік сол жерден. Окей. Оның алдында div классы жабылды ма екен, қарайық.
div классы жабылған. Мына жерден тексеріп жіберейік. Section жабылды. Мынауында div классы тағы да жабылмаған. Оны да жабамыз. Неке осылайша біз сіздермен бірге көріп отырсыздар ғой, қатені бірге түзеп отыр. Осылайша біздер сіздермен тезірек жаттығып, тезірек осы веб парақшаға деген құрылымдарымызды арттырамыз. Біздің мына неміз жабылды. Неке енді дұрысталу керек. Тексеріп көрейік. Неке біздің парақшамыз өзгерді. Біздің жазуымыз да өзгерді. Екеуінің ортасы 18, мына екеуінің ортасы марджин топ 85, я дұрыс. Тағы да тексеріп көрейік стильдерден. 85 пиксель, 0.75 және де 18 пиксель. Жарайды қазір. Давайдырды тағы да бастала түсіретін боламыз. Келесі біздің whiting міне subheader деп аталынады. Енді соның өлшем бірліктерін берейік. Ол үшін біздер макетімізға кіреміз және де өзіне қажетті ақпараттарды аламыз. Оны ставить етеміз және де тап арқылы түзейміз. Одан кейін біздер оған text alignment center береміз және де margin тобын қарап жіберейік. Margin тобы бізде 17 пиксель құрайды. 17 пиксель. Тапты басамыз. Окей. Жүзеге асты. Осыған дейін біздің дивайдеріміз астыға түспей тұрғаны, біздер ең бірінші margin топты алдына жазып, содан кейін оны 0-ге теңестірген болатынбыз. Сол себепті қате болып тұрған есіме түсті. Мінекей енді түзеп жатырмын. Енді тексеріп көрейік. Мінекей дұрысталды. Енді келесі біздер осы блоктарымызды және де сөздерін дұрыстайық. Ол үшін біздер бірінші wrapper немізге мән береміз, стильді қосымша береміз. Whiting wrapper деп жазып аламыз. Неке, оған енді стильдік қосымша дайындаймыз. Ол үшін біздер макетімізден екеуінің ортасындағы margin топ 45 пиксель екендігін байқап тұрық. Сол 45 пикселін жазайық. Margin топ 45 пиксель деп енгіземіз. Неке. Әзірше бұны қоя тұрайық. Егерде тағы да қажет болса, оны тағы да қосатын боламыз. Стильдік жазбаларды. Енді тағы да whiting items арқылы біз әр бөлімнің стильдік қосымшаларын берейік. Ол үшін біздер ойластырайық. Біздің 3 макетіміз белгілі бір 1140 пиксельді құрауы керек және орталарында белгілі бір аумақтарды қамту керек. Сол үшін біздер примерно 339 пиксель деп алсақ, мына жерде 342. Осы неміз, width'іміз примерно 339 пиксельдей деп алайық. Себебі марджиндар бар. Қазір барлығы бірдей көрініс таппауы мүмкін. 339 пиксель нақты беріп тастаймыз. Осының негізгі пиксельдік өлшемі. Негізі бұл жерде бөлудің осылайша да бөлуге болады. Негізі бұл бөлудің дұрыс жолы емес. Келесі сабақта сіздермен Flexbox нәрсесімен танысамыз. Сол кезде тағы да бұлны дұрыстайтын боламыз. Және де келесі егерде мына жерде тағы да grid системасы бойынша жасасақ, мына аумақ 4 колумнды алып тұрған, мына аумақ 4 колумн және де мына аумақ 4 колумн. Бұны Bootstrap деген библиотека арқылы осы 4 колумндардан құралған дифтің стильді қосымшасы арқылы жасауға болады. Оны алдағы сабақтарда үйретеміз. Әзірше осы 339 біз білетін width арқылы жасай берек. Келесі text align center'ды жазамыз. Және де біздер қазір қарасақ, бұлар жеке-жеке блок ретінде тұр. Сондықтан оны inline блок арқылы бір блокқа жүктейік.
display inline block деп жазамыз. Inline block деп жаздық. Енді мінекей үстіне көбейтіліп жатқандығын көріп тұр. Бұлардың барлығы қазір image берген кезде дұрысталады деп ойлаймын. Келесі кезекте inline block және де бізде ортаға, мына қарасаңыздар, біздің веб парақшамызда біреу үстіне, біреу астына және де мына блок бізде астыға түсіп кетіп тұр. Соны дұрыстау үшін вертикалды жақтан ортаға орналастыру қажет. Ол үшін vertical align деген қолданатын еді, кестеңізде болса. Біздер оны жоғарға бекітеміз. Енді қараймыз. Біздің сайтымызда барлығы бірдей жоғарыдан басталып тұр. Келесі сәтте біздер оның маржиндарын береміз. Ол үшін макетімізді қарайық. Неге қараңыздар? Белгілі бір мына блокқа қарағанда екеуінің маржины 48 маржин райттары 48 пиксель екендігін байқадық. Енді тапсырма жазып көрейік. Мінекей маржин райттар мынаған байланысты 48, мына элементке тоже байланысты 48. Қазір қалай болатынын көресіздер. Бұлай жазу қате болып табылады. Grid қазір көресіздер. Right бойынша 48 пиксель деп жазайық. Қазір біздің бір блокымыз төменге түсіп кетуі керек. Неге көріп тұрсаңыздар, бір блок төменге түсіп кетті. Неге деген сұрақ қоюларыңыз мүмкін, өте орынды сұрақ. Себеп қараңыз, мына элементінде 48, мына элементінде 48, мына элементте сәйкесінше 48, мына жерге қарағанда 48 пиксельге оңға бөлігі болады. 10 жақ бөлігі болады, сол себепті ол астыға түседі. Осындайды устранять ету үшін біздер негізі алдағы уақытта түсіндіретін элементтерді, яғни методтарды қолданатын боламыз. Қазірше біздер бұны margin 0, 15 пиксель деп жаза тұрайық. 15 пиксель берек. Горизонталды бағытта, яғни оң жағына, сол жағына 15 пиксельден беріп жатырмыз. Келесі біздер түзеу қажет, ол біздің суретіміз өте үлкен болып тұр. Соны түзейік. Whiting image шақырайық. Және де оның белгілі бір width'і 100% болғанын қалаймыз. Мына жерде біздер 300 деп беріп, 250 деп берекші. Әйтпесе үлкенде болып кетіп тұр. Және де width'ін 100% етіп бердік. Не үшін 100% екенін қазір айтам. Неге? Мынаны қазір ортаға қоюымыз қажет болады, ал жалпы құрылым дұрыс құралып тұр. Енді width не үшін 100% етіп бердік. 100% дегеніміз біздің жалпы естеріңізде болса ата-анасына байланысты өзінің width'ін қалыптастырады. Яғни ата-анасына байланысты 100% дегеніміз ол біздің суретіміз толық қамтылады. Егер де біздер қазір мына жерге басқа сурет қоятын болсақ, және де оның width'ін белгілі пиксельмен қоятын болсақ, ол өте мына сурет үшін дұрыс орындалғанмен, басқа сурет үшін қате орындалып, біздің верстать етуімізге қиындық туғызуы мүмкін. Сол себепті осылай 100% етіп алып, аналық несін түзегеніміз дұрыс. Аналық элементті дұрыстағанымыз дұрыс. Келесі біздер whiting description'ды дұрыстайық. Whiting description'ды дұрыстау үшін бізде осылай жазылған ғой. Desk, енді оған стильдік қосымшаларын біздер мына жерден алайық. Так, осы жерден аламыз. Және де text align онсыз да үстіңгі жағынан бердік, центр деп, сондықтан оны беріп қажет емес. Келесі кезекте оған margin топын береміз. Үстіңгі жағына шейін элемент 33 пиксельді құрайды. Margin топ 33 пиксель деп береміз.
Қазір бізде пайда болып жатқан қателіктерді бірге қарастырамыз. Мынаны кішкене ортаға ауыстыру керек, ал жалпы блоктық жүйе дұрыс жүзеге асуда. Біз суретімізге қалыптан тыс қажетті өлшем бірлікті бермегендіктен, осындай ауқымды аумақта, осындай кішкентай аумақта тұр. Түзеу үшін бізде жай ғана бұған 320 пиксельден беріп көрейік. Және де неке дұрысталғандығын байқаймыз. Бірақ бұл жерде егерде сайтымыз макетімізбен бірдей орын алып тұр деп есептесек, бұл жерде бәрібір көргендеріңіздей мына жердегі блок пен мына жердегі блоктың екеуінің айырмашылығы бар екендігін байқаймыз. Келесі сабақтарда біздер маңызды бір инструментпен танысамыз. Сол инструмент арқылы біздер осы нәрсені толығымен осындай 3 блокты біріктіріп, осындай веб-парақшамыздан көрініс табуды үйретеміз. Сол себепті сіздерден келесі видеоны күтулеріңізді сұраймыз. Қош сау болыңыздар.